Армысыздар менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Көктемнің алғашқы айында халықаралық әйелдер мерекесіне әріптес құрбыларымен бірге мейрамханада атап өтпек болып келісіп, кешке қарай жиналдық. Жақсы араласатын үш құрбыммен бірге мейрамханада кешкі асқа тапсырыс беріп, тәтті шараптан ұрттап қойып, көңілді әңгіме дүкен құрып отырып, көрші үстелдегі бір топ жігіттерге еріксіз көзім түсті. Әйелдер мерекесінде біз жігіттер қауымынсыз, ал олар әйелдер қауымынсыз отыр еді. Арасындағы бойы ұзын, ақ-сары, қысық көзді, күлгенде майда тістері түп-түзу жылтырап тұратын. Соңғы үлгідегі жейде мен сым, ақ түфлі киген жігіт маған қайта-қайта қарап отырғанын байқадым. Көңілді әуен ойнап, құрбыларымызбен бой созып келмекке би алаңына шыққанымызда әлгі жігіттер де жанымызға келіп, танысуға ұсыныс жасап, бізбен бірге билей бастады. Жаңағы қысық көзді тартымды жігіттің есімі Арлан екен. Мінезі өте ашық, орыс тілінде таза сөйлейді екен. Мен Болатпен ажырасқалы еркек атаулыға көз салмаған болатымын. Болаттың төсектегі жиіркенішті істерінен кейін еркек атаулыны жаныма жақындатқан емес едім. Алайда Арлан мені жылы сөзімен, әзіл, қалжың аралас әңгімелерімен көңілімді аулап, тас болып қатқан жүрегімді жібіткендей болды. Сол кеште Арланның достарымен және құрбыларымен көңілді отырып қайттық. Жігіттер қыздарды таксиге отырғызып жіберді. Арлан мені таксимен үйге дейін шығарып салып, пәтерімнің телефон нөмірін жазып алып, жылы қоштасып қайтып кетті. Ертесінде таңым әдеттегідей емес, ұйқыдан көңіл күйім көтеріңкі ояндым. Төсектен бірден тұрып кетпей кешегі кешті, Арланның жылы жүзін, тартымды әңгімелерін ой елегінен бір өткізіп, жуынатын бөлмеге қарай беттедім. Жексенбі демалыс күні болғандықтан Зәуреш әлі тұрмаған, пысылдап ұйықтап жатыр екен. Бетімді жуып тұрып, айнаға қарасам, арғы бетте 28 жасар Саяш маған қарап тұр. Ол жігітті неге ойлай бересің? Ол сенен 10 жас кіші ғой. Онымен ешқандай болашағың жоқ. Оны ойыңнан шығар, қиялға берілме деді. Шынымен де ойлап қарасам, ол менен 10 жас кіші ғой. Арлан 18-ге жаңа толған. Қызық қуған қылшылдаған жас жігіт. Кеуден ажыраған 2 баласы бар, өзінен 10 жас үлкен әйелді қайтсын деп, тез ойымды жинақтай қойдым. Ендігі оны ойламауға, жай бір көрген адам ретінде ұмытуға тырыстым. Сөйтіп беті қолымды жуып, ас бөлмеге қарай беттегенім сол еді. Үйдегі телефон безектеп шырылдай жөнелді. Зәурешті оятып алмайын деп дереу барып тұтқаны көтеріп, «Алло» деп жауап беріп едім арғы жақтан. «Сая, сен ба?» деген таныс дауысты естігенімде денем мұздап сала берді. «Телефон нөмірімді кімнен алдың? Мені қалай таптың?» «Не керек саған?» дедім даусымды дірілдей. Аяқ қолым қалтырап, теңселіп кеткендей болдым. Мені бірден таныды ғой. Ұмытпаған екенсің, бәлкім сағынғанда шығарсын деп, бұрынғы күйеуім Болат мысқылдай күлді. Оның мұндай сенімділігіне ызам келді. Дереу бойымды жинақтай алдымда қатқыл дауыспен, «Даусың түгілі, түріңді де ұмыта бастап едім. Не керек саған?» десем ол. «Не керегін қалай? Балаларымды көрмегеніме 1 жылдан асты. Мені ұмытып қалмасын деп Алматыға келдім. Оларды көруге құқым бар шығар?» дейді. «Болат, сен балаларды жақсы көріп, әке болып жарыта алмадың ғой. Немені келсеп келдің? Қалай келсең солай қайта бер. 1 жылдан соң балаларың есіңе түссе, олар сені іздегенде емес, сұрамайды да. Сендей арсыз әкелері болғанша болмаған артық. Мені енді мазалаушы болма», деп едім арсыз күйем. «Сенің қайда тұратыныңды да, жұмыс орныңды да білем. Жолығып сөйлесейік, кешке шық, болмаса ертең жұмысыңа барам» деді де телефон тұтқасын қоя салды. Өзіне тым сенімді. Менің тұрмыс тіршілігіме әбден қанық секілді. Балалардың ауылда ата-анамның қолында екенінде біле тұра, сол мені іздеп келген. Тамыр таныстардан сұрастырған болар. Ата-анам мен бауырларым жанымда емес екенін біліп, өзіне тым сенімді болып тұрғаны ғой, деп 1 минуттың ішінде қанша ой санамды шарлап өтті.
бір жыл үнсіз жоқ болып кеткен адам неге мені аяқ астынан іздей қалды екен деп, бойымды бір түрлі үрей билеп, ас бөлмеге келіп шай құймақ болдым. Алайда бойымда береген уайым аралас қорқынышты сезімнен шырпының қайда тұрғанын таппай сөрелерді іздеп, шкаф есігін сарт-сұрт еткізіп Зәурешті оятып жібердім. Зәуреш сықырлаған дыбыстан оянып кетті. Оны оятып жібергеніме кешірім сұрап, таңғы асқа шақырып, оған Болат жайлы айтып едім. Зәуреш, әпке, оны уайымдамашы. Онымен заңды түрде ажырасып кеткенсің ғой. Мазаңды алатын болса, полицияға арызданамыз. Жаныңда мен бармын ғой. Ішетін адамның сөзі ғой. Оны көңіліңе алма деген соң, көңілім жайланғандай болды. Сөйтіп ертесінде жұмысқа барып, әдеттегідей кешке қарай үйге қайтып келе жатсам, ауладан біздің үйдің подъезінің алдында темекісін бұрқыратып Болат тұр. Мен Болатты көремін деп ойлаған жоқ едім. Оның сөздерін салмақты қабылдамаған болатымын. Енді онымен бетпе-бет кездескенде қапелімде не істерімді білмей, бір орында қалшиып тұрып қалдым. Денем мұздап, өңім қуарып сала берді. Не ілгері жүре алмай, не бұрылып, артқа да кете алмай бір орында тұрып қалдым. Сөйтіп едім, Болат аузындағы темекінің түтінін бұрқыратып маған қарай жылдам басып, жаныма жетіп келді. Я, Сая мені көріп, қатты толқып кеттің бе? Әлде бұлай тез келеді деп ойламадың ба? Жақсы ауданға орналасыпсың, қалың қалай деп, мысқылдай күліп, ысылдай сөйлеп жатыр. Темекісінің түтінін бұрқыратып бетіме қарай үрлеп жіберді. Оның мұндай қылықтарына, өзіне сенімді іс-әрекеттеріне ашуым келіп, неменеге жетіп келдің? Сен мен үшін сондай жиіркеніштісің. Жанымда тұрғаныңның өзі жиіркенішті. Мені жайыма қай, мазалаушы болма, әйтпесе деп жатыр едім. Болат білегімнен шап беріп ұстап, әйтпесе не істейсің? Шал болған әкеңе айтасың ба, әлде мүгедек ағаңмен қорқытпақсың ба? Деп қолымды қатты қысып, ауыртып жіберді. Мен ашуланып, оның қолын сілкіп жібердім. Әйтпесе полицияға шағымданам, маған қоқан-лоқы көрсетіп, мазамды алып соққыға шықпақшы болды деймін, деп едім. Болат, өйтетін болсаң, мен сені бұлай қалада тайраңдатып жүргізіп қоймаймын. Сен менің қатынымсың. Балаларымды алып кетемін деп, маған дауыс көтеріп жатыр еді ауладағы дүкен жақтан. Сая, деп есімді атап, біреу шақырды. Деп есімді дауыстап атаған жаққа Болат екеуміз де жалт қарадық. Қарасам, Арлан бізге қарай жүгіріп келе жатыр екен. Оны көріп таңғалдым, жүрегім жиі соғып, Арланның дәл осы кезде келе қалғанына қуанып кеттім. Арлан жанымызға жетіп келіп, Болатқа қарап, менен, кім мұны? Неге саған дауыс көтеріп жатыр деп сұраған сол еді. Болат одан әрі түтігіп, Арланға қарай шүйлігіп, ей, бала, мен мынау емеспін, мен оның байымын, ал сен кімсің? Жағаласпай жайыңа кет, дегені сол еді. Арлан Болаттың дәл тұмсық тұсынан жұдырықпен сарт еткізді. Болат мұрны қан жоса болып жерге шалқасынан түсті. Арланнан күтпеген соққы алған Болат орнынан бірден тұрып кете алмады. Мен де одан мұндайды күтпеп едім. Арлан Болаттың бойы биік, түр тұлғасы сыптай, кең жауырынды, мығым денелі жігіт болатын. Осы жерде спортпен шұғылданатынын байқап қалдым. Мен сасқанымнан, Арлан, бұның не? Деп екеуін тыныштандырғым келіп еді. Жанымызға Арланның екі досы келіп қалды. Олар Арланмен бірге келген екен, көлікте күтіп отырғанға ұқсайды. Ауладағы кешкі уақытта серуендеп жүрген ары-бері өтіп жатқан тұрғындар да бізге қарап қалды. Арланның достары, досым, не жағдай? Деп одан да сұрап жатыр. Ал Арлан маған қарап, мынау не дейді, Сая? Сенің күйеуің бе? Деп сұрап едім мен. Біз онымен ажырасып кеткенбіз. Қаншама уақыттан кейін соңымнан іздеп келіп, қоқан-лоқы көрсетіп жатыр. Деп қалай бар, солай айттым. Сөйтіп едім, Арлан ашуланып, сен үйге кіре берші, мен қазір келемін деді де. Мұрнын сүртіп әлек болып тұрған Болатқа қарап, көкесі, жүрші былай, жігіттерше сөйлесейік деп. Болатты иығынан ұстап, оның қарсыласқанына қарамастан достарымен бірге ауланың сыртына қарай жұлғылап алып кетті. Мен тоқтатпақ болып едім, мені тыңдамай. Сая, сен уайымдама. Біз онымен жай сөйлесеміз, сен үйге кіре бер, қазір келем деп. Сайранның саябақ жағына қарай кетіп қалды. Мен естерімді білмей үйге қарай тез-тез жүріп кіріп кеттім. Зәуреш бүгін қаладағы бір туысымыздың үйіне кеткен болатын.
Өзінен жасты қызының туған күні еді. Сонда қонып, ертеңгісін сол жақтан сабаққа барам деп сұранып кеткен еді. Мен үйге кіре салып, киімді ауыстырып, шай қойып, үстел жасай бастадым. Болаттың бірге тұрып жатқанымызда маған жасаған қайуандығын Арлан бір соққымен қайтарғандай. Іштей риза болдым. Жексенбі күні жасаған мантыны да ысытып, салат жасап, дастарханды жасап, ас үйдің терезесінен аулаға қарап Арланды күттім. Іште екі сезім, екі ой арпалысып жатты. Бірі жігітті күтіп, оған ризашылық сезіммен, оны ұнату болса, екіншісі ол сенен жасы кіші. Жас жігітті таңдап қателеспе. Болашағыңды ойлай дейді. Алайда бірінші сезім басырмырақ болды. Осылай ойланып тұрғанда ауладан Арлан көрінді. Қолында кішігірім бір заты бар, алыстан анық көрінбеді. Жоғары қарап, терезеден қарап тұрған мені бірден байқап қойды. Түп-түзу әппақ тістері жылтырап маған қарап, қолын бұлғап жымиды. Мен дереу артқа шегініп, кіре берістегі айнаға қарап шашымды түзеп, жүгіріп барып есікті ашып Арланды күтіп тұрдым. Менің пәтерім екінші қабатта болатын. Подъезд есігі тырс етіп ашылып, баспалдақпен көтеріліп келе жатқан Арланның аяқ алысының дыбысы естілді. Бір кезде жымиып өзі де көрінді. Үйіме алғаш келуім деп, тәтті бәлішпен шарап ала келген екен. Сол кеште Арлан екеуміз кешкі ас ішіп, Болатпен болған жағдайдан кейін шүйкем жұғарып кетіп еді. Шарапты көбірек ішіп қойдым ба? Әлде Арланның көңілімді сергітер сөздері, оның сымбаттылығы, оның жанында өзімді ендігі арқа сүйер қорғаным бардай жүрегім елжіреп, сол түні мен оған риясыз берілдім. Түр тұлғасы сыптай шымыр денелі Арланның ыстық құшағында еріп бара жатқандай едім. Бетім ашылған екі баланы дүниеге әкелген келіншек болсам да төсек ләззатын алғаш рет сол түні сезіндім. Арлан екеуміз таңға дейін көз ілмей, нәпсінің құрығына түсіп, төсек ләззатына бөлендік. Ертесінде кешкі ауысымға түсетін болғандықтан таңға жуық Арланның құшағында талықсып жатып ұйықтап кетіппін. Бір кезде сыртқы есік сырт еткенінен оянып кеттім. Арлан кетіп қалды ма деп орнымнан ұшып тұрдым. Оны жоғалтып аламын ба деген сезім санамды жүйрік ойлар жүгіртіп өтті. Байқасам Арлан қолындағы пакеттерін шытырлатып, ас бөлмеге қарай өтіп барады. Жүрегім орныма түсіп, қалатымды жалаңаш денеме іле салып, соңынан кірсем Арлан үстелдің үстіне азық-түліктерді қойып жатыр екен. Мені көріп барлығын тастай салып, жаныма келіп аш белімнен қапсыра құшып, мойнынан құшарлана иіскеп, құлағыма «Қайырлы таң» деп, ыстық демі шарфи сыбырлады. Мен де «Қайырлы таң. Үйде азық-түлік бар еді ғой, неге әуре болдың» деп едім. Ол жымиды да. «Сен барып жуынып келе бер, мен саған таңғы ас әзірлеп берейін. Өзімнің фирменный жұмыртқа мен шұжықтан жасалған омлетімді дайындап беремін» деп, шәугімді алып су толтырып жатқанда мен оны бетінен сүйіп, жуынатын бөлмеге кіріп кеттім. Ваннада ыстық суға түсіп, денеп сергіп, шашымды кептіріп, киініп шықсам, Арлан керемет етіп таңғы ас әзірлеп қойыпты. Мен өмірімде алғаш рет осылай ер адамның қолынан өте дәмді таңғы асты іштім. Сол күні Арланда жұмысқа бармайды екен, ол әуежайда ірі бастықтарды таситын. Тек жаңа көліктерді ғана жүргізетін жүргізуші болып жұмыс істейді екен. Қалада достарымен бірге пәтер жалдап тұрады екен. Отбасында тұңғыш ұл, ата-анасы осы Алматы маңындағы бір ауылда тұрады екен. Өзінен кейінгі екі інісі мектеп қабырғасында оқитынға ұқсайды. Арлан үйдің үлкені болғандықтан бала күнінен еңбекке ерте араласып, пысық жігіт болып өскен, жауапкершілікте ерте сезінген. Жастайынан қала өміріне де араласып, кез келген ортаға да сіңісіп кететін еді. Сондай-ақ мектеп қабырғасынан бастап спортпен шұғылданып, карате, таеквондо, күресте жүлделі орындар иеленген спортсмен жігіт еді. Жанындағы достары да сондай кілең спортсмен жігіттер болатын. Арланды қатты сыйлап, құрметтейтіндері көрініп тұратын. Өйткені ол екі сөйлемейтін еді, айтты ма, соны істейтін бір сөзді. Уәдеге берік жан болатын. Мұның барлығын мен уақыт өте көре бастадым. Сол алғашқы күннен бастап Арлан екеуміздің жұбымыз жазылмайтын болды. Сырт көзге қандай? Қайда? Өзіме, оның жас айырмашылығы мүлде сезілмейтін. Оның жанында өзімнің нәзік жанда ел екенімді, сүйуге сүйікті болуға лайықты екенімді сезіне алатынмын. Осылай Арланға қатты бауыр баса бастадым. Сәурешті оны аға деп қатты құрметтейтін. Арлан біздікіне жиі келетін еді.
Алматыға қылышын сүйретіп қыста келді. Айналаға ақ ұлпаға оранып, ызғарлы суық болғанмен, Арлан екеуміздің махаббатымыз лаулап жанған оттай еді. Уақыт өте махаббат жалыны шоқ болып, оның құшағында бір ісіп, бір күйіп бар әлемді ұмытатымын. Арланды қандай күтетімін. Киім кешегін жуып, үтіктеп тап-тұйнақтай болып жүретін. Өзі де тазалықты сүйетін жігіт еді. Жақсы киініп, мұнтаздай болып жүргенді ұнататын. Бұл жағынан екеуміз ұқсас едік. Мен ертеден кешке дейін жұмыста жүрсем де пәтерімді таза ұстап, өзімді күтіп, демалыстарды дәмді тағамдар әзірлеп қоятымын. Арланға менің бұл қырым қатты ұнайтын. Екеуміздің арамызда жас айырмашылығы жайлы тақырып ешқашан қозғалған емес еді. Мен орта бойлы ақ сары, қасы көзім қиылған екі бала босансам да дене бітімім мінсіз болатын. Түр әлбетім еуропалықтарға келетін. Өз жасымнан 5-6 жасқа жас көрінетін едім. Арланның жанында еш қысылмай жүретін едім. Ол да жас айырмашылығымыздан қысылмайтын, өйткені біз бір-бірімізді шынайы сүйдік. Сол жылы алғаш рет айындағы жұмыстағы жаңа жыл кешіне Арланмен қол ұстасып бірге бардық. Арланды жігітім ретінде ертіп бардым. Бастапқыда құрбыларым мен әріптестерім сыртымнан Сая өзінен 10 жас кіші жігітпен көңіл қосып бірге тұрады екен деп, сыртынан піш-піш етіп өсектеп жүрді. Тіпті жақсы араласатын Райгүл құрбым бірде біздің үйде туған күн кешінде Арланға қылмыңдап, оны ұнататынын айтқанда жігітім: Райгүл, сен не айтып отырсың? Шарапқа қызып қалғансың-ау, шамасы. Мен мұныңды естімегендей болайын, мен Саяны сүйем. Оның көзіне шөп салу ойымда да жоқ, деп қатты айтып тастапты. Мұны кейін маған Райгүлдің өзі айтты. Саяш, мен Арланды сенімен жай жүріп жүрмә десем, сені шын сүйеді екен. Мен оны тексеріп көрмек болып едім. Сені шын сүйетінін айтты. Деген кезде құрбыма ашуланып біразға дейін араласпай қойған едім. Кейін өзі жалынып, жалпайып, кешірімді алған болатын. Сол кештен кейін өйткені Райгүл Мақсұт атты бір жігітпен көңіл қосып жүретін. Мақсұт ауыл шаруашылығында қалаға сүт таситын көлікпен сүт алып келіп өткізетін өзінің шағын кәсібі болатын. Өте сабырлы, жақсы жігіт еді. Біз барлығымыз жиын кештерде бірге отырып, демалыс күндері қала сыртына табиғатқа шығып демалып қайтатынбыз. Біз Арланмен көңіл қосып бірге тұра бастағанымызда араласатын ортамыз кеңейе бастады. Менің құрбыларым Арланның достары жиі бас қосып тұратын болдық. Арланның бала күннен бірге өскен, өзінен бір жас үлкен Бейбіт деген досы болатын. Екеуі жұптары жазылмайтын дос болған екен. Мектеп қабырғасында, онан кейін училищеде оқып жүргенде, жұмыс істеп жүргендерінде де жақсы араласып жүретін. Бір күні сол Бейбіт Арланмен бірге кешкісін бізге үйге еріп келіпті. Мен қонақжайлылық көрсетіп, дастархан жасап, кешкі асқа үстелге шақырып, ас ішіп әңгімелесіп біраз отырдық. Бір кезде Арлан жуынатын бөлмеге кіріп кеткенде Бейбіт маған: Сая, сен сондай керемет жансың. Басың істейтін мықты келіншексің. Алайда мен сендердің махаббаттарыңның мәңгілік болатынына күмәнім бар. Сен Арланнан не үміт күтесің? Ол сенен 10 жас кіші ғой. Қазір жастықтың жалынымен махаббатты жанып тұрған шығар. Мүмкін сен оған төсекте ұнайтын шығарсың. Дегенмен бетің ашылған келіншексің ғой. Төсекте тәжірибең бар дегенде. Алайда уақыт бір орында тұрмайды. Бетіңнің әрі кете бастағанда досым жас қыздарға көңілі кетіп, айырылысып кетерміз ба деп ойламайсың ба? Оның үстіне мен білетін Арланның әке-шешесі оны саған үйлендірмейді. Сондықтан оған қатты бауыр баса берме. Дегенде оның сөздері жүрегіме қанжардай қадалды. Шынымды айтсам, мұндай қорқынышты жүрек түкпірінде бар еді. Бірақ оны баса беретімін. Ол жайлы ойлағымда келмейтін. Арланымды біреуге бергім келмейтін. Ондайды ойлаудың өзі маған ауыр еді. Сөйтіп Бейбіттің бұл сөзіне ашуым келіп: Бейбіт, сен не айтпасаң да, мен бұл туралы баста ойланғамын. Бірақ мен Арланды қатты жақсы көремін. Оны ешкімге де айырбастамаймын. Барлығы уақыттың еншісінде. Болашақта не боларын уақытысында көре жатармыз. Сен біздің қарым-қатынасымызға араласпа, деп қатты айтып тастадым. Сөйтіп едім, ол үнсіз ғана орнынан тұрып, балконға темекі шегуге шығып кетті. Сол кештен кейін Бейбіт бұл жайлы сөз қозғамайтын болды.
Мен оның бұл сөздерін досының қамын ойлап айтты ма, әлде іште қызғаныш па, ол жағын түсіне алмадым. Кейін қыстың соңғы айында жігіттер мерекесінде дос-жарандарымызбен Райгүлдің үйі жер үй әрі кең болатын. Сол үйде кәуеп жасап, мерекені атап өтпек болып жиналдық. Сол кешке Райгүлдің жігіті Мақсұт аяқ астынан шаруасы шығып, меркеге кетіп, кешке келе алмайтын айтты. Көңілді кештің соңынан таман Райгүл бөлмеге барып, киімді ауыстырып келемін деп көрінбей кеткен соң, бөлмесіне іздеп барып есікті қақпақ болып жақындағанымда, құрбымның ыңырсаған дауысын естіп, бір орында тұрып қалдым. Ішкі бөлмеде Райгүл жалғыз емес еді. Райгүлмен қатар ер адамның да дауысы естілгендей болды. Мен Мақсұт кешке келмесе, бұл кім болды екен деп ойланып қалдым. Бір кезде бөлмедегі еден сықырлап, адамның аяқ алысының дауыстары естіле бастады. Мен қаперімде не істерімді білмей жалма-жан кері шегініп жатын бөлменің жанындағы жуынатын бөлмеге ақырын басып кіріп кеттім. Сөйтіп есікті қатты жаппай, сығалап қарасам бөлмеден алдымен көйлегінің омырауын түймелеп Райгүл шығып артынан қарап ымдағандай болдым. Ар жақтан шыққан адамды көргенде өз көзіме өзім сене алмадым. Артынан шалбарының белдігін тағып бейбіт шықты. Сөйтті де жылдан басып қонақ бөлмеге қарай кетіп қалды. Ол кеткен соң жуынатын бөлмеден шыға келіп едім, Райгүл мені көріп сасқалақтап қалды. Саяш, сен мұндасың ба? Не істеп жүрсің деп? Жан-жағына алақтап қарай берді. Мен оған сұралу жүзбен бір қарадым да. Райгүл, сен қандай адамсың? Енді Мақсұттың бетіне қалай қарайсың? Тым жақсы жігітке бұлай істеуге қалай дәтің барды? Сен достық, махаббат, адалдық дегенді білмейді екенсің. Дедім де барылып, кетеп бара жатыр едім Райгүл. Саяш, тоқташы деп мені тоқтатып алды да. Иә, мен махаббатта жолы болмаған. Өмірде өз орнымды таба алмай, қателесіп жүрген жамын. Ал сен жолы болғыш жансың. Жаныңда арландай қылшылдаған жас сымбатты жігітің бар. Сенің жасыңа ажырасқаныңа 2 балаң бар екеніне де қарамады. Сені шын сүйеді. Оның махаббатынан құлпырып жүрсің. Бұрын қандай едің, қазір қандайсың? Саған мені түсіну қиын. Мақсұт мені төсекте қанағаттандыра алмайды. Мәселе сонда сая дегенде мен, Райгүл, олай болса онымен ара қатынасыңды үзбейсің бе десем, Райгүл. Төсекте ұнамаса да Мақсұттың мінезі жайлы, оның үстіне ол маған қаржылай жақсы көмектесіп тұрады. Оны жоғалтқым келмейді деді. Жақсы құрбым, өзің біл. Алайда сатқындық жасау жақсы емес, деп жатыр едім Райгүл. Саяш, маған ақыл айтпай-ақ қойшы, өзіңше. Арланды кездестіргелі бала шағаңа сатқындық жасап жүрген жоқсың ба? Оларды қолыма аламын деген жоқ бедің? Әке шешеңе тастап қойып, махаббаттан басың айналып, жігітіңді төредей күтіп, бар жақсыны соның үстіне іліп, бәр дәмдіні соның аузына тосып отырсың ғой. Әркімнің өз ақылы өзіне дегенде құрбымның мына сөздерін көңіліме қатты тиді. Артқа бұрыла салып, қонақ бөлмеде достарымызбен көңілді отырған Арланды шақырып алдым да үйге қайтып кеттік. Іште ауылдан балаларымды алып кетуге бекіндім. Арланмен көңіл қосып тұрып жатқанымызға 2 жылдай уақыт болып қалған еді. Ауылдан ата-анам, ағамдар келетін кезде Арлан достарыныкіне болмаса өз ата-анасының үйіне кететін. Осылай жігітімді үйдегілерден жасырып жүрдім. Өйткені өзімнен бір шама жас жігітпен көңіл қосып жүргенімді оларға қалай айтамын деп іштей ыңғайсызданып уайымдайтынмын. Осылай жүріп 2 жыл өте шығыпты. Көктем келе жұмыстан кезекті демалысыма шыққанда ауылға барып балаларымды алып келмек болып, Арланмен ақылдасып жоспарлап қойғанымда Арланнан аяғым ауыр екенін білдім. Мұны естігенде Арланның қуанышында шек болмады. Сая, маған әке болу бақытын сыйлайтын болды. Ауылдан балаларыңды алып кел, өзім барлығыңды бағамын. Екеуміз бірге өсіреміз деп қатты толғады. Алайда бұл қалай болар екен деп, іштей болашағымды елестету қиын еді. Арлан осылай дегенмен бейбіт, айтқандай оның ата-анасы, бауырлары, туған-туыстары, ауылдастары не дейді? Мына ажырасқан 2 баласы бар келіншек жас жігіттің басына айналдырып, аяғы ауырлап өзіне үйлендіріп алды дер. Әуелі олар Арланның маған қосылуына да қарсы болатын шығар деген күмәнді де қорқынышты ойдың жетегімен Арлан Астанаға бастығымен іс сапарға кеткен кезінде ауруханаға дәрігерге барып жасанды түсік жасаттым.
Мерзімі кішкентай болғандықтан ота тез жасалды. Кешке қарай ішім қанжылап үйге келдім. Мұнымды сіңлім Зәурешке де айтпадым. Ештеңе сездірмедім. Соңғы кездері мазам болмай жүр деп қоя салдым. Бірақ мұны Арланға қалай айтамын деп, ол келгенше уайымдап, өз-өзімді іште жеп біттім. Уайымнан ба, әлде отаның әсеріме екі көзім шүңірейіп, біраз жүдеп кеттім. Арада бір жеті өткен соң Арлан келді. Оған көңілімдегі бар уайым, қорқынышпен қатар жасанды түсік жасатқанымды, бар шындығымды айтып едім. Арлан қатты ренжіді. Менімен ақылдаспай неге бұлай жасадың? Бұл біздің махаббатымыздың шемісі еді ғой. Осы уақытқа дейін маған күмәнданатындай себеп болған беді. Менің бос сөз, бос уәде бермейтінімді білесің ғой. Бүкіл әлем қарсы болса да мен саған үйленер едім, деп ашуланып үйден шығып кетіп қалды. Алғаш рет Арлан екеуміз осылай ренжісіп қалдық. Ол кеткен соң қатты көңілім құлазып қалды. Арланға сенбейтіндей ешқандай себеп болмаса да мен өмірге шынайы қарап, осындай шешім қабылдаған едім. Оның үстіне Бейбіттің, Райгүлдің де сөздерінен кейін іште ойланып жүретімін. Екі балам ауылда, мен мұнда. Арлан болса кетіп қалды, мені түсініп, кешіріп қайта келеді ме де, жоқ ба, ол жағы тағы да белгісіз. Осылай көңіл күйім болмай жұмысқа барып келіп жүрдім. Арланның достарынан сырттай сұрастырып жағдайын білдім. Ата-анасына кеткен екен. Содан арада бір жеті өткеннен кейін оны қатты сағынып, іздей бастадым. Көп ұзамай қайтып келер деген жігітім бұрын бірге тұрған Арнат деген досының жалдамалы үйінде деп естіп, сенбі күні демалыста таңертең жоғары жақтағы жер үйлер орналасқан ауданға қарай таксилетіп бардым. Мекен-жай бойынша барып, нөмірі жазылған бір шағын үйдің ашық тұрған дарвазасынан ішке кірсем, аулада орыс ұлтының бір кішкентай баласы ойнап отыр екен. Сол баладан Арнат осы үйде ме деп сұрап едім. Әлгі бала: «Иә, ана кішкентай үйде тұратын әжемнің квартиранты ғой», деп үлкен үйдің жанындағы кішірек времянканы нұсқады. Іштей баяғы Арланның бабушканың времянкасында тұрамыз деп айтқаны есіме түсіп, әлгі үйге қарай аяңдадым. Бүгін сенбі болғандықтан Арлан ұйықтап жатқан болар, ешқайда кетіп қалмаған болар деп өзім де ерте келіп едім. Жер үйдің ауласы тап-тұйнақтай керемет екен. Жан-жағы жаңадан гүлдеп жатқан жеміс ағаштары иісі мұрынды жарады. Үйге жақындай бере жүрегім дүрсілдей бастады. Есікке жақындап, ақырын қағып едім, ешкім шыға қоймады. Сөйтіп ақырын тартып көрмек болып едім, есік ашылып кетті. Ақырын басып ішке кірдім. Кіре берісі шағын ғана екен, киім ілгіштегі Арланның жұқа күртесі көзіме оттай басылды. Аяқ киім қойғыштағы ақ кроссовкасы да тұр екен. Мұны көріп қуанып кеттім. Ол жағындағы ас бөлменің есігі ашық екен, онда ешкім жоқ екен. Тұра кірсем, қонақ бөлме, онда да диван мен телевизор. Ортада дөңгелек үстел, жерде тап-таза палас, үй іші жинақы, ер адамдар тұратын үйге ұқсамайды. Сөйтіп есігі ашық, жабық тұрған бөлмеге ақырын ашып қарап едім. Шағын төсекте Арланның жалғыз өзі. Іш киім мен майкада шалқасынан түсіп, қалың ұйқыда пысылдап ұйықтап жатыр екен. Үйде Арланнан басқа ешкім жоқ екен. Оны сағынғаным соншалық. Сөмкемді тастай салып, шешінбестен құшағына сүңгіп кеттім. Бар жерін аймалап сүйе бастадым. Арлан шошып оянып, ұйқылы көзбен спортсменге тән іс-қимылмен мені алып ұрып, үстіме шығып алды. Сөйтіп мені көрді де сөзге келместен киімді асығыс сыпырып алып, лақтырып жіберді. Сағынысқан құшақтарымыз айқасып, құмарлығымыз оянып, махаббаттың буына еріп бара жатқандай едік. Арланымды қатты сағынған едім. Онсыз өмір сүре алмайтындай дәрежеге жеткен едім. Содан қанша уақыт жатқанымызды білмеймін. Егер Арланның ата-анасы келіп қалмаса, өмір бойы оның құшағында жата берер едім, білмедім. Екеуміз құмарымыз қанып, Арлан мені кешіп, ол да мені қатты сағынғандығын және мен іздеп келеді деп күткендігін, таңғалғанын айтып жатқанда, сыртқы есік ашылып, «Үйдегім бар?» деген әйел адамның даусы естілгенде екеуміз де селк ете қалдық. Арлан ұшып тұрып маған қарап: «Мама, шамдар келді, саған айтуға ұмытыппын ғой. Бүгін түске таман келеміз деген болатын», деп сағатқа қарасақ, түс мезгілі болып кетіпті. Осынша уақыт Арлан екеуміз жата берген екенбіз. Оның анасы келді дегенде естіп жүрегім тырсылдап, мен де ұшып тұрып жалма-жан киініп жатып Арланға қарап: «Мен терезеден шығып кете берейін, бірақ түфлиім кіре берісте қалып қойды», деп абыржып сөйлеп жатқаныма Арлан тырқылдап күліп жіберді. «Ешқайда да кетпейсің, осында отыра тұр.
деді де бөлмеден дауыстап. Ма, кіре беріңіздер, мен қазір шығам деп анасына жауап берді. Ар жақтан адамның аяқ алыстары, шықырлаған пакет дауысы шыға бастады. Арлан сөйтті де шығып кетті. Мен не істерімді білмей төсекті жинап, бөлменің ішін реттей бастадым. Ар жақта Арлан анасымен амандасып, сөйлесіп жатқан дауыстары естілді. Мен есікті ақырын ашып сығалап қарасам, олар қонақ бөлмеде екен. Мен сөмкеммен сырт киімімді алып, аяғымның ұшымен шығып бара жатыр едім. Пердемнің саңлауынан Арлан мені байқап қалып атып шықты. Сая, асығып қайда барасың? Жүр, анаммен таныстырамын деп жатқанында. Сая, деді. Артынан ақ сары, орта жастағы, ажарлы кісі де шыға келді. Балам, үйде адам бар ма еді? Деп Арланның анасы маған таңдана қарап қалды. Арлан, я мама, танысып қойыңыздар. Бұл Сая, менің ұнатып жүрген қызым дегенде. Арланның анасының түрі бұзылып кеткендей көрінді маған. Мен сасқанымнан, сәлеметсіз бе? Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Мен кете берейін. Жұмысқа кешігіп жатыр едім. Сіздер асықпай отыра беріңіздер деп жалт бұрылып есіктен шыға жөнелдім. Бетім дуылдап қызып бара жатқандай, асығып жылдан басып, дарвазадан шығып кетіп бара жатқанымда соңымнан. Саяш, тоқта, деген Арланның даусына кіл тоқтап. Артқа бұрылсам, Арлан тырқылдап күліп, жаныма жетіп келді. Қайда қашып барасың? Бүгін саған демалыс емес пе? Қайдағы жұмыс? Шай ішіп отырмадық па? Анам мен бауырыммен жақындырақ таныстырар едім деп жатыр. Мен, Арлан, анаңдармен өзің отыра берші. Мен анаңдармен осылай аяқ астынан танысамыз деп ойламап едім. Оған дайын емес едім. Сасқанымнан жұмысқа барам деп аузынан шығып кетті. Кейін бір асықпай отырамыз деп Арланды қатты құшып сүйдім де. Үйге қайтшы. Сенсіз тұра алмаймын. Үйленейік деп сенен ештеңе сұрамаймын. Тек жанымда болшы. Маған одан артық ештеңе керек емес. Кешке күтемін деп едім. Арланда. Анамдарды шығарып салған соң келемін деді. Сөйтіп, мен жол жиегінен таксиге салып жіберді. Сол күні кешке қарай Арлан үйге келді. Кешкі дәмді тағам әзірлеп, оны күтіп жүрген болатынмын. Сүйіктімнің қайта оралғанына қатты қуандым. Сәуреш ауылға кеткен болатын. Сол түні Арлан екеуміз сағынысқан мауқымызды басып, түні бойы көз ілмедік, әңгімелестік. Екеуміз болашағымызды болжап, бір-бірімізге ештеңе міндеттемей-ақ, осы шағымыздан ләззат алып, бір-бірімізге демеу болып, өмірдің бар жақсылығын көріп, тағдырымызды жаратқанға тапсырдық. Арлан анасының мен жайлы не дегенін, қандай ойда екенін, ол жайлы ештеңе айтпады. Менді өзі ашылып айтпаған соң қазбалап сұрамадым. Алайда іштей анасының біздің қарым-қатынасымызға қарсы болғанын, оның күндізгі көз қарасынан ақ сезген едім. Жаз айы басталғанда кезекті демалысымды алып, ауылға ата-анама балаларымды алып кетпекке барғанымда әкем. Саяш, Мәди ұлың біздің қолымызда қала берсін. Мектепке де осы жақта ағаңның балаларымен бірге оқысын. Қалада екі баламен қиналасың. Мектепке бақшаға тасу керек дегендей. Жұмысың да бар, ол бала ер адамның тәрбиесін көріп өскені дұрыс. Алла тағала ұзақ ғұмыр берсе, Мәдиді өзім тәрбиелеп өсірсем, ер жеткен соң оқуға қалаға өзіңе жіберем ғой. Деген соң, әкемнің сөзін жерге тастай алмадым. Мәди ұлымда ауылда туған бала, атасы мен апасына, ағам мен оның балаларына қатты бауыр басып қалыпты. Өзі де, мама, мен сізбен Алматыға сапарке барып қыдырып, сосын атама ауылға қайтамын деген соң, балаларымды қалаға алып кетіп, қыдыртып, Мәдиді қайта келіп, салатын болып алып кеттім. Ал қызымды қолыма алатын болдым. Сөйтіп қалаға келген соң оларды Арланмен таныстыруыма тура келді. Екеуі де бала емес пе, Арланға аға деп онымен тез тіл табысып кетті. Арлан өте балажанды екен. Менің балаларымды өзіне тез баурап алды. Екеуміз балаларға қаланы қыдырдық. Екеуіне киім-кешек, ойыншық алып беріп, ұлым жанымда біраз болған соң, ауылға атама қайтамын деп ағым алып кетті. Ұлыма кетерінде, балам, сенің ақылың көп қой. Арлан ағаң жайлы атаңдарға айтпай-ақ қойшы, деп ескертіп шығарып салдым ұлымда. Жақсы мама, бұл біздің құпиямыз болсын, деп ауылға қайтатынына мәз болып, ағамның көлігіне отырып, қол бұлғап ауылға қайтты. Ал қызымды алып қалдым, ауданымыздағы үйге жақын маңдағы балабақшаға орналастырдым. Таңертең жұмысқа бара жатып тастап кетемін. Кешке Зәуреш болмаса Арлан бақшадан алып кететін. Қызым Арланға бірден үйренісіп кетті.
оны аға деп еркелейтін. Арланда жұмыстан қайтқан сайын оған тәттісі бар, ойыншығы бар ма, қолы бос келмейтін еді. Оның сондай бала жандығын көріп, іштей жасанды түсік жасатқаным дұрыс болмады ма деп те ойланып қалатын болдым. Осылай жаз артынан қоңыр күз де келді. Күз артынан қыс келіп, сүйгеніммен жанашыр сіңлім жанымда, қызым бауырымда, ал атасы мен апасына үйренген ұлым үшін алаңдамай өмірім бір қалыпты өтіп жатты. Осылай жүргенімізде Райгүл құрбымның жігіті Мақсұт жол апатынан мезгілсіз көз жұмды. Сонда қолда барда алтынның қадірі жоқ деген сөздің мағынасын құрбым кеш ұғып, жанары жасқа шалынып қала берді. Жақсы адам жерге де керек дегендей, Мақсұттың өмірден ерте озуы барлығымыз үшін қайғылы жағдай болды. Мен жанымдағы жандарды қатты бағалай бастадым. Уақыт өте тірі адам тіршілігін жасайды дегендей, Мақсұт жақсы адам ретінде оның жайдары жүзі жүрегімізде сақталып, әрі қарай өмір сүріп жаттық. Зәуреш университетте оқуын аяқтап қолына диплом алды. Зәурештің қуанышына ауылдан ата-анам келді. Осы кезде оларды Арланмен таныстыруға мәжбүр болдым. Өйткені олар ұлымнан, анам Арлан ағамен бірге тұрады. Ол бізге әке болады деп естіген екен. Содан анам: "Саяш, жігітіңді бізден неге жасырып жүрсің? Таныстырмайсың ба? Біз де көрейік, білейік. Қандай адам ол? Аузы күйген үрлеп ішеді дегендей, екінші рет жар таңдауда қателеспеген шығарсың", дегенде мен: "Мама, мен енді ол кездегідей жас, аңғал емеспін ғой. Арланды қатты жақсы көрем, бірақ ол менен бір шама жас кіші, үйленбеген жігіт. Отбасын құрамыз ба жоқ па, ол жағын алда көре жатармыз. Әзірше біргеміз", дегенімде анам маған таңданып қарап қалды. "Сонда жай бірге тұрып жатырсың ба? Бұлай болмайды. Ел жұртқа сөзге қаласың ғой. Үйленіп, отбасын құрып, бірге тұру керек. Бізбен таныстыршаш, өзін не де болса көрейік", деген соң амал жоқ таныстыруыма тура келді. Арлан еш қымсынбай ата-анаммен танысып, сыйлық алып келіп, олардың көңілінен шығуға тырысты. Алайда ата-анам оның менен 10 жас кішілігін қабылдай алмады. Арланға ештеңе демегенмен анам кетерінде маған: "Ана жас жігітпен қарым-қатынасыңды үз. Үйленбеген жас жігітті ата-анасы саған мәдеп беріп қоя салмас. Сен ажырасқан 2 баласы бар әйелсің. Есіңді жида, ол жігітті жібер. Өзіңе тең адамды ізде", деп маған қатты айтып кетті. Ата-анамның қарсылығымен айтқан сөздері жаныма батса да жүрекке әмір жүрмейді екен. Мен ешкімді тыңдамадым. Барлығын тағдырыма тапсырып, бұрынғыдай сүйгенімнің құшағында махаббат жалынына жанып, күйіп, бал өмірге балқып жүре бердім. Зәуреш қалада қалып, сол кездегі оқу құралдарымен кеңсеге құжатты ең сапалы брендпен Қазақстанның бүкіл аймағына танымал болған сауда үйіне сату маманы болып жұмысқа орналасты. Зәуреш анамыздың тәрбиесінің арқасы сабақты жақсы оқып, жұмысын тиянақты істеп, аз уақыттың ішінде басшылықтың көзіне түсіп, қызмет сатысымен тез көтеріле бастады. Мені де сонда тартып, мен де жұмыс орнымда ауыстырып, жағдайымыз түзеле бастады. Көп ұзамай сіңлім иномарка көлік алды. 1 бөлмелі пәтерімізді сатып, 2 бөлмелі пәтер алдық. Үйіміз кеңейіп, Арлан екеуміздің өз жатын бөлмеміз болды. Екеуміз қысылмай өз бөлмемізде таңға дейін көз ілмей махаббат құратын болдық. Осы кезде екінші рет аяғым ауырлап қалды. Бұл жолы да ата-анамның сөзі бар, жұмысым енді ғана жақсарғанда, қолымда қызым бар деп үлкен қателік жасап, және жасанды түсік жасаттым. Мұныма жігітімді және ренжіді. Бірақ алдыңғыдай кетіп қалмады. Не болса да ол да барлығын ішке жұтты. Маған ләм-мим деп ештеңе айтпады. Мен оның мұнысын мені түсінді. Жақсы көреді, ешқайда кетпейді деп қабылдадым. Сөйтсе, мұным бекер екен. Өз-өзіме тым сенімді болыппын. Екеуміздің жас айырмашылығымыз үйленіп, отбасы болуымызға қатты кедергі болды. Сонан кейін Арлан ауылына жиі баратын болды. Анам мазасы болмай ауырып жүр дейтін. Шындығында да анасының денсаулығы жоқ болатын. Демік бесі бар екен. Бұл кезде Арланның жасы 27-ге келіп қалған еді. Бір күні кешке қарай Арлан күтпеген жерден жүрегімде ауыртар тосын жаңалық айтты. "Сая, екеумізге бірге тұрып жатқанымызға міне 9 жыл болыпты. Осы жыл аралығында мен сенен басқа ешкімге көз қырын да салған жоқпын. Сенің өткен өміріңе ештеңе қарамай, өзіңді риясыз сүйдім. Саған үйленуге де дайын едім. Алайда сен маған сенбейсің, менен бала туғын келмейді. Ал менің жасым болса өтіп барады. Қатарластарымның барлығы үйленіп, отбасын құрып,
балалы болып отыр. Бейбіт досым да үйленіп, кеше ғана ұлды болды, әке атанды. Мен де сондай болғым келеді. Оларға іштей қызығамын. Өзің білетіндей мен үйдің үлкенімін. Анамда денсаулығы жоқ, оған ендігі қолын жылы суға малып отыратын келін керек. Сен екінші балаға жасанды түсік жасатқанда, мен ашуланып ауылға барып достарыммен іштім. Іштей қатты күйдім. Сол кезде кеше ғана мектеп қабырғасынан шыққан бір қызбен таныстым. Тәтті әперіп, қаланы қыдыртып жүріп, оның пәктігінен айырдым. Ендігі аяғым ауыр деп жұмысқа қайта-қайта хабарласып жүр. Қолымнан істегенімді мойнымен көтеруім керек. Бірақ сені қимаймын деп, төмен қарап, бөгеліп қалды. Мен мұны естігенде біреу төбемнен суық су құйып жібергендей болды. Тамағыма ақшы өксік тығылды. Қалай ғана мен мұндайға жол бердім. Ақымақпын мен деген ой санамды жаулап алды. Арланға не айтарымды білмедім. Орыннан тұрып, оны қатты құшақтадым. Ол мені құшып, сүйіп, екеуміз аймаласып, таңға дейін құшағымыз жазылмай үнсіз ғана жаттық. Таң ата мен Арланның барлық киімдері мен заттарын сөмкесіне салып, ішім қанжылап оған бақыт тілеп, қайта-қайта құшып, сүйіп, оны қимай-қимай шығарып салдым. Жаным, маған бақыт сыйлаған, осы жылдарыңа рахмет. Саған толыққанды отбасын сыйлай алмағаным үшін мені кешір. Жас қыздың ішіндегі жарананың обалына қалма. Ата-анаңа жақсы келін, саған жақсы болсын. Бақытты бол жаным, деп жүрегім ауырып, жанарым жасқа шыланып, Арланымды босаттым. Бақыт тілеп, артында қала бердім. Маған жастығын жалынды түндер, бақытты жылдар сыйлаған сүйіктім. Артына қарай Мерседес автокөлігіне сөмкесін салып, подъезд алдында қарап тұрған маған қолын бұлғап, көлігіне отырып, ақырын қозғалып, көз ұшынан ғайып болып кете берді. Мен оның соңынан үнсіз ғана ұзақ қарап қала бердім. Арлансыз, мына әлем маған бос кеңістік секілді еді. Іштей қатты күйзелдім, Арланның орны ойсырап қалды. Күн өткен сайын оны ұмытуға тырысқанымен, шірек шіркін сыздап ауырып, оны қатты сағына бастадым. Алайда өз-өзімді тежеп, оның бақыты үшін оған хабарласпауға шешім қабылдадым. Балаларымды ойладым, менің күйзеле бергенім жарамас деп, өзімді қолға алуға тырыстым. Арлан менен кеткеннен кейін достарымен ішіп сол күні кешке қарай аяғы ауыр болып қалған жас қызды келін етіп, үйіне алып барыпты. Анасы мен нағашы тәтелері барлығы жиналып қызға ақ орамал салып, беташар жасап, келін етіп түсіріп алыпты. Мұны маған ортақ достарымыз айтты. Оны естігенде, Арлан бақытты болса болды дедім де, бұрылып кетіп қалдым. Ішім қан жылап, жанарыма жас үйірілді. Бірақ тағдырға көндігесін, амал қанша. Егер жас айырмашылығымыз болмаса, ойланбастан Арланға тұрмысқа шығып алар едім. Менің орнымда басқа пысық, қу келіншек болса, Арландай жігіттен өлсе де айырылмас еді. Ал мен адами қасиетімнен айнымадым. Арланның жолын байлап, обалына қалғым келмеді. Осылай жүргенімде бір күні кешке қарай жұмыстан келе жатсам, ауладан Арланның көлігіні көзіме оттай басылды. Жүрегім атша тулап, кеудеммен шығып кетердей дүрсілде жөнелді. Жан-жағыма алақтап қарап Арланды іздей бастадым. Сөйтіп едім, Арланым үйдің бұрышындағы дүкеннен жымиып, маған қарап, шығып келеді екен. Оны көре салып, бар әлемді ұмытып, оның мойнына асыла кеттім. Ол да мені қатты құшып, сүйіп, сені сағындым. Жаным, жүрші пәтеріңе деп. Құшағымызды жазылмастан үйге кіре салып, бір-біріміздің үстімізге құладық. Жан-жаққа лақтырып, киімдерімізді жатым бөлмеге кіріп кеттік. Зәуреш пен қызым киноға барамыз деп кеткен болатын, үйде ешкім жоқ еді. Арланмен сағынысқан құшақтарымыз айқасып, төсек ләззатына батып, мауқымыз басылған соң мені ар-ұятым мазалай бастады. Арлан, біздің мұнымыз жарамады. Мен сені қатты сағынғандықтан өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Сен енді үйленген жап-жас келіншегіңе бұлай істегенің жарамас деп жатыр едім. Арлан еріннен сүйіп, аймалап құшып. Сая, мен келіншегімді сүймеймін. Қызып қалып, оның пәктігінен айырдым. Бірақ рет төсек қатынасында болдық. Сонан кейін аяғы ауырлап қалды. Ол өзі бұрыннан маған сырттай ғашық екен. Демалыстарда менің жолымды тосып, менімен танысудың жолын іздеп жүреді екен. Маған өзі берілді. Қысқасы, ол мені құрығына түсірді, саған ренжіп, ішіп жүріп, оның құрығына қалай түсіп қалғанымды да білмеймін деп еді. Мен, Арлан, оны сүйсең де сүймесең де енді кеш. Қолыммен істегеніңді мойнымен көтересің.
Іштегі бейкүнә сәбидің еш шажығы жоқ. Сен соны ойлауың керек, деп едім Арлан ауыр күрсінді. Сая, соны ойлағаннан ішім түтін, сыртым бүтін. Әйтеуір ата-анама, бауырларыма ештеңе білдірмей жүріп жатырмын. Бірақ келіншегім сырты сұлу болғанмен тым жас, ешқандай өмірлік тәжірибесі жоқ. Бар ойы той болса, туыстарына, құрбыларына мақтанса, жақсы киінсе, қыдырса, ішіп жесе болды. Тіпті төсекте де бір епсіз, қуыршақ секілді деп, жас келіншегіне көңілі толмайтынын айтты. Бірақ амалғанша Арланымды қатты жақсы көрсем де, оны тура жолға салуға тырыстым. Дегенмен мен де кейде тура жолдан тайып, пендешілікке салынып, нәпсіге еріп, Арланмен жиі көрісіп тұратын болдық. Кейде үйге қонып қалатын еді, сондай кездер келіншегі хабарласатын. Сонда Арлан сүйгенімнің үйіндемін деп ашық айта салатын. Мінезі сондай еді, тік болатын. Ойындағысында ашық айта беретін. Осылай жүріп келіншегі екеуінің беті ашылып кетті ме, жиі ұрсатын болды. Кей кездер Арлан мүлде үйіне бармай, 3-4 күн менікінде қалып қоятын болды. Сөйтіп жүргенде Арланның келіншегі ұл босанды. Бұған Арлан қатты қуанды әрине. Ата-анасы да алғашқы немерелерін төбесіне көтеріп жүретін болды. Осы кезде Зәуреш жұмысында Астанадан ашылған главный офиске генеральный директор орынбасары болып, қызметі жоғарылап сонда ауысты. Астананың қақ ордасында 2 бөлмелі пәтер, астына Lexus автокөлігін алды. Сөйтіп мені де қызметте жоғарылатып, Астанаға шақырды. Осы кезде мен де іштей ойландым, Арланмен бұлай жүре бергенім болмас. Мен кетпесем, ол келіншегіне үйреніспейді. Ендігі сәбидің обалына қалмайын деп, Зәурештің ұсынысын қабылдап, Алматыдағы пәтерімді сатып, Астанадан үй алып, қызымды алып көшіп кеттім. Сөйтіп сүйгенімнен бір жолата қарым-қатынасымды үздім. Бұл кезде ұлым мектепті аяқтап оқуға түсетін болған еді. Ал қызым 15 жасқа келіп қалған. Ол да бой жетіп қалып еді. Балаларымның алдында да менің бұл жүрісім ұят болатын еді. Арлан екеуміздің жас айырмашылығымыз осы кезде қатты біліне бастады. Мен оның көз алдында бетіме әжім түсіп, одан ыңғайсызданатын болған едім. Осының барлығы екеуміздің айырылысуымызға себеп болды. Астанаға келген соң бар ықыласым жаңа жұмысым ауды. Ол қызым есейіп, оларды оқытуым қажет еді. Сөйтіп уақыт өте Арланым менің жастығымның жарқын бір бейнесі ретінде жүрегімде мәңгілік қалып қойды. Кейін арада біршама уақыт өткеннен кейін оның келіншегімен ажырасып кеткенін естідім. Сүймеген адаммен бәрібір тұра алмағанға ұқсайды. Ұлым оқуын оқып отау құрды, ал қызым тұрмысқа шықты. Бірақ мен Арланнан кейін өзге ешкімге жүрегім жылт етпеді. Тұрмысқа шықпадым. Балаларымның амандығын тілеп, жұмысымды істеп, шет елдерге саяхаттап, өзім үшін өмір сүрдім. Ұлымды тәрбиелеп жеткізген әкем бақилық болды. Осы кезде әлеуметтік желідегі Facebook парақшамды Арлан тауып алып, мессенджерге әкеме көңіл айтып хабарлама жазып жіберіпті. Сол кезде ғана Арланмен желіде біраз сөйлестім. Көңілім толқып, жас уағым есіме түсіп, онымен әңгімелесіп жақсы болып жеңілдеп қалдым. Екеуміздің арамызда достықтың лебі өскендей болды. Ол 40-тан асқан салмақты ер азамат болған. Ал мен жер ортасы жастан асқан салиқалы, немере сүйіп, жас апа атанып отырған кезім еді. Арланның айтуы бойынша алғашқы келіншегімен 1 жылдан аса уақыт қана бірге тұрып, ақыр соңы ажырасып кетіпті. Сонан кейін өзімен қатар көзі ашық, көкірегі аяу, ояу, жоғары білімді бір қызды кездестіріп, екеуі 2 жылдай кездесіп жүріп, бір-бірін ұнатып, сүйіп отбасын құрыпты. Қазіргі таңда 3 ұл, 1 қызы бар екен. Оның сөздерінен кейін қазіргі таңда бақытты екені сезіліп тұр еді. Өз өміріне көңілі тоқ, жайдары жүзінен сезіліп тұр еді. Сонда да жүрек түкпірінде сол кезде жасанды түсік жасатпай, Арланмен отбасын құрғанымда барлығы басқаша болар ма еді деген сұрақ мені жиі мазалайтын. Өткенге деген бір өкінішім бар еді. Арлан бәрібір бірінші әйелмен отбасы болып тұрып кете алмады ғой. Мүмкін екеуміз жақсы болар ма едік деген ойлар санамда жылт ететін. Уақыт барлығында өз орнына қояды екен. Уақыт емші деп босқа айтылмапты. Дегенмен мен Арланды ешқашан ұмытқан емеспін. Оған деген сағынышым, қимастық сезімі өшкен емес. Өмірімді осындай үлкен, ұмытылмас махаббаттың болғанына қуанамын. Ол бақытты болса, мен де бақыттымын. Құрметті тыңдармандарым,
Бұл өзі шиеленіскен оқиға болды. Мұнда махаббат, сезім, төсек қатынасы, сатқындық барлығы да қозғалды. Кейіпкердің баяндауы бойынша әсерлі әңгіме болды деп ойлаймын. Енді әркімнің өз шындығы бар дегендей. Осы оқиғаның үш кейіпкерімен тілдестім. Маған өздері ашық айтты. Өздері шықты. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әңгіме ұнаса лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Көп рахмет. Алла сіздерге еселеп бақ береке берсін. Отбасымыз аман болсын. Тура жолдан таймайық ағайын.